Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай пышный, әдемі болып шығатын банановый панкейктер дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Ең алдымен банандарымызды осылай шанышқымен езіп алыңыздар. Сіздерге немен ыңғайлы, сомен ең басты езіп шықсаңыз болды. Осылай езілген бананның үстіне жұмыртқаларымызды саламыз. Және оны венчикпен араластырамыз. Вилкамен араластырсаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Ең басты бір текті масса болып араласса болды. Егер осындай комочек пайда болса, ойбай деп проблема создавать етпейміз, ничего страшного, панкейк піскенде өте дәмді болады. Үстіне қантымызды салып, одан ары қарай араластырамыз. Одан соң үстіне ас содасын, немесе сізде разрыхитель болса, разрыхителіңізді салып, одан сайын араластырамыз. Осылай көпіршей бастаған кезде үстіне сұйық майымызды қосып, бір текті массаға айналдырамыз. Бір текті массаға айналғаннан кейін соңғы штрих ұнымызды салып, тестімізді дайындаймыз. Барлық ұнымыз араласқанға дейін осылай венчикпен жұмыс істейміз. Міне осындай консистенцияға жеткенге дейін жұмыс істейсіздер араластырып, бізде қоймалжың масса шығады. Енді табамыздың астын ең қаттыға қойып, сұйық майымызды құйып, табанның барлық бөлігіне жағып шығасыздар. Сұйық майды тек қана осы бірінші партияға ғана жағамыз. Басқа партияларға қажеті жоқ, жабыспайды панкейктарыңыз. Осылай бір қасықтан немесе екі қасықтан өзіңізге қандай көлемде панкейк қажет, сондай көлемде құясыздар. Қазір мен екі қасық құйып көрсетемін, одан соң бір қасықпен көрсетемін. Екі қасық құйсаңыздар өте үлкен болып шығады. Көріп тұрсыздар. Майыңыз қызып, табаңыз қызғаннан кейін плитаның астын орташа жылдамдыққа қоясыздар. Мені бір қасықпен салып көрсетіп жатырмын. Бір қасықпен салғанның өзі үлкен, және де осылай жайып шығасыздар ортасын жан-жағына. Және әр беті 2-3 минуттан піседі. Қызарған кезде осылай ауыстырасыздар. Айтып қояйын, қатты жылдамдықта панкейктің ортасы піспей қалады, сондықтан орташа жылдамдықта пісіресіздер. Осылай барлық панкейктарымызды пісіріп аламыз. Екінші бетін көріп тұрсыздар. Әдемі деңгейге жеткенге дейін пісіресіздер. Өте пышный, әдемі болып шығады бұл панкейктар. Міне піскен панкейктардың үстіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бал, жидектер әртүрлі, шоколадты ганаш, орехтар, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндеп, таңғы астың үстеліне қойсаңыз болады. Бұл өте дәмді, тойымды, бананның дәмі өте ерекше болып шығатын десерт, былай айтқанда таңғы асқа да жесеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Комментарий жазып лайк басыңыздар. Ас болсын.